негедір уақыт тез өтіп бара жатырған сияқты көрінеді. Сізде де солай ма? Себебі күніміздің көпшілік бөлімі онлайн тәрізде өтіп бармақта. Instagram, TikTok, YouTube сияқты платформалар енді біз үшін қадірдан достар болып қалыптасты. Бір жылда қанша күніңізді осы достарыңызға арнайсыз? Келің жауаптарды бірге көреміз. 8 сағат под вопрос әр күні әртүрлі. Өзімнің личный неме байланысты болса, мен кетеді бір 2 сағат, 3 сағат. Күніне 2 сағат шығар, по-моему. Тек Telegram, Instagram. Телефонға 1-2 сағат. Ярым сағат я 1 сағат. 6 сағат, 5-6 сағат. 7-8 сағат. Мен Әділбеков Алпамыс, IT тарау қанегесі. Қазіргі уақытта телефон арқылы қалеген информацияны табу, іздеу мүмкін болған жағдайда инсанлар көбінше бұл телефон арқылы Instagram, TikToklарда сапасыз контент пенен өзінің бақалы уақытын сарқылап жатыр. Және де бұлар миға үлкен зиян келтіреді. Яғни сол уақыттың өзінде қысқа рахатлену беру мүмкін, яғни қысқа дофамин беру мүмкін Instagram һәм TikToklар. Бірақ та кейіншелік құрамалы дофамин, яғни кітап оқу, физикалық шынығулардан келетін дофаминлерді алу қиын болып қалады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша бұндай видеоларды көрген уақытта адамның миы бұл видеоларды анализ қылмайды, тек қана қысқа уақытлы дофамин алады. Және де Англияның медицина журналында жарияланған мақалада врачлардың алдына қазіргі уақыттан бастап қысқа уақыттағы соқырлық кеселігі менен адамдар келіп атырған. Бұл қандай ауру? Телефонда жүдә көп уақыт пайдаланғанлығы себеплі адамдар түнгі уақытлары көздері дерлік еш нәрсені көрмей қалуы мүмкін. Бұның бәрі телефондан көп пайдаланғанның себебі екен. Бүгінгі күнде жер жүзінде har 20 адамнан бірі мобил телефон нұрлануының құрбанына айланбақта. Дүниежүзілік денсаулықты сақлау шөлкемінің Европа парламентіне ұсынған есапатына көре, бас ми рак кеселігін келтіріп шығарудағы ең тикарғы себеплердің бірі бұл мобил телефон нұрлануы есапланған. Күніне 15 минут қана мобил телефонда сөйлесудің өзі бұл рак кеселігінің пайда болуына қолай шарайет жарата алады. Мобил телефон нұрлануының ең жоғары шоққысы телефонда сөйлескен уақытта жүзеге келеді екен. Бас ми рак кеселігі пайда болуы 15-20 жыл дәуірді өз ішіне алғанлығы себеплі мобил телефонның зияны инсанларға бірден білінбеуі мүмкін. Бірақ ол тек қана ересек адамдарда рак кеселігін келтіріп шығарып қана емес, жас балаларда бір қанша патологияларға себеп болады. Атап айтқанда, оларды 3 тикарға ірі группаға бөлуімізге болады. Бұл нерв бұзылулары, эндокрин бұзылулар һәм көру өткірлігіндегі бұзылулар. Нерв бұзылуларында балада кеш сөйлеу, ямаса сөйлеу қабілетінің төмендеуі, конструктив пікірлеу қабілетінің оңай рауажланбауы, ямаса өз жасына салыстырғанда кеш рауажлануы күзетілуі мүмкін. Эндокрин бұзылуларға есе қалқан тәрізді бездің функциясы, жынси безлердің ерте рауажлануы, ямаса оңай кешігіп рауажлануы, рауажланудан артта қалуы сияқлы белгілерді айтуымызға болады. Ал көру патологияларында қисық көзлік, миопия, хаттекі көрлікке шекемгі патологияларды атап өтуге болады. Жас балаларда ұнамсыз патологиялардың ұшырау жиілігінің ересек адамларға салыстырғандағы көп болуы тикарынан бір белгіге тикарланады. Бұл стоп сигналы. Бұл қандай? Ересек адамларда стоп сигналы тикарынан ұзақ мүддет давамында тұрақлы түрде мобил телефоннан пайдаланған уақытта пайда болады. Бұндай белгілерге бас айлануы, бас ауруы, көздің тынуы, көз алдының қараңғыласуы, көздің құрғақласуы сияқлы белгілер. Яғни адамда осындай белгілер телефоннан пайдалану уақытында жүзеге шығатығын болса, инсан телефоннан пайдалануды я тоқтатады, яки шекленген халда пайдаланады. Ал жас балалардың орайлық нерв системасы толық қалыптаспегені, жетіліспегенлігі себеплі оларда бұндай сигнал жүзеге келмейді. Һәм оларда, хаттекі ата-аналарда телефоннан зиянлы түрде пайдаланып атқанын хаттекі ойларына да келтірмейді. Медицина қанегелерінің ұсынысына көре күн давамында телефоннан пайдаланудың ең ұзақ уақыты 2 сағат деп белгіленген. Бұл бірақ тұрақлы рәуіште 2 сағат тоқтаусыз пайдалану емес, ал күн давамында бөліп пайдаланған халда 2 сағатты құрайды.